Одан кейін екінші тағы да сондай үй алдым. Ол уже Розыбакиева Сатпаевада. Ескі. Дәл сол, ол одан да хуже болды ғой. Ойбу, ол деген как раз одан да хуже. Әр бөлмесіне бір студент қойып қойған ба, білмеймін. В общем, екі бөлмесінде екі адам тұрады екен. Енді ұлдар тұрады екен, енді хуже, енді ол үй одан да хуже. Бірақ жылы кішкене 80 ба сондай болды уже. Неге жастау екен деп па, 80 ба сондай болды. Енді оның ішіне где-то 1 миллиондай ақша кетіп қалды маған. Потому что ішін полностью мен білем, я полностью ремонт жасадым, қырдым, тазаладым. Как раз 2021-дің аяғы болды да, алған кезде. Еще сатқан адам маған ішіндегі квартиранттың ақшасын алып алған ғой. Мен олар квартирадан шық десем, біз 200 мың теңге төлеп қойғанбыз дейді да, күтесіз енді дейді. Күтіп отырдым тағы бір ай. Күтіп отырып, как раз босатқан кезде, босатып, как раз декабрьдің аяғы болды. 2021, иә? 21-дің декабрьдің аяғы болды. Соның ішін інілерім бар, шақырып алам, келіңдер деп сөйтіп ішін қырып тазалап жүргенде, жаңа жыл болды, жаңа жылда тазалап жүргенде қаңтар қырғыны болып кетеді ғой. Вот қаңтар қырғыны болып жатыр, пақ атылып жатыр, мен ана ішін қырып жүрмін ғой. Үйдің ішін. Менің ойым бәрі жағы ұялу, Алматыдан ұялу. Қырып жүрмін ішін. Содан түнде шықсақ пақ етеді түнде. Сосын ертесіне азында тұрып алып, уже балалар мектепке жіберіп, өзім қайтадан баруым керек болып тұр ғой, жаңа неге ше. Сөйтсем азанда уже екі баланы садикке жіберген ғой. Сөйтсем садиктегі звондап тұр ғой. Сіз естімедіңіз ба? Бүгін садик істемейді, балаларыңызға кіргізіңіз деп. Оказывается, сол уже не қылмапты, сол күннен бастап бала, в общем, үйде отырып қалдық қой тағы да. Үйден шықпай қалдық. Үйден шықпаса да тығылып барам ана үйге. Сөйтеміз де жаңа краскілейміз, қырамыз. Енді обой жапсыратын жерге келген кезде қорқыныш болған жоқ. Жоқ, вообще қорқыныш ойлап тұрған жоқ. Өйткені интернет бәрін өшіріп тастады ғой, телевизор бәрі жоқ. Телевизорымыз жоқ өзі үйде. Квартирада тұрамыз. Интернетіміз жоқ қой, сотка жоқ. Сонымен ана барып, қырып тазалап жүргенбіз ғой. Bir кезде ана обой жапсыратын болдық та. Обой жоқ қой базарлардың бәрі. Сөйтіп Сайна Ташкент, OLX-тен тауып алдым да, Сайна Ташкентскийда бір магазин бар екен, обой сататын. Соған звондаймын ғой. Так, маған обой керек, обой жіберіңіздерші, обой алайық десем. Извините, девушка, но біздің есіктің алдында, как раз сол жер ғой. Сайна Ташкентскийда біздің есіктің алдында қырғын болып отыр дейді. Вот сол жерге келіп анандай қырылған ғой, ана. Ана не өртеген сол жер. Қырылып жатыр, біз кіре алмай тұрмыз дейді. Мен ой қырылып жатыр, кіммен қырылып жатыр жұмысым жоқ. Но кейін түсіндік қой. Ауылдағылар звондайды, үйден шықпаңдар, отырыңдар деп. Жанам кеп тұр жаңа, мен ана үйді сатуым керекпін, үй алуым керекпін деп тұрмын, енді білмеймін ғой. Сөйтіп қызық сондай кездер. Бітті, сол қаңтар қырғын бітті, сол январдың аяғында сол үйді сатам. Ол үйден де где-то 2,5 миллион көремін.